Ассалаумағалейкум құрметтілер, сіздермен бірге ағартушылық бағыттағы жоба Білте подкаст арнасына қош келесіздер. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, көпшілікке бөлісе отырыңыздар. Жобаның бас серіктесі әрі демеушісі Атлас туризм компаниясы. Сапалы әрі сенімді сапар Атлас туризммен бірге. Енді құрметтілер, Рамазан айының оразасы да келіп қалды. Сол кеңінен бұл тақырыпты ашықтау үшін арнамызда, студиямызда ұстазымыз Нұр-Марқа университетінің аға оқытушысы, ғылым докторы, ризық және табыс кітаптарының авторы Құрманғазы Тұрманхан ұстазымыз. Бүгінгі тақырып ораза, ұстаз, енді өзіңіз. Жақсы. Енді қасиетті Рамазан айы баршамызға құтты да жақсы амалдарды асырған бір ай болсын. Алла тағала баршамызға, Қазақстан жұртшылығына өзінің кеңшілігінен, молшылығынан бізге берген болсын. Ораза деген ұғым енді ол Рамазан айында жасалатын біз білетін құлшылықтардан ауқымы кең мағынада. Өйткені Құранда бірнеше жерде ас-саум деп аталады. Біздің шариғатта Хазіреті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның әкелген шариғатынан бұрынғы шариғаттарда ораза деген болған. Ол жайлы аятта айтады: «Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям» деп. Яғни иман еткендер, сендерге де бұрынғы өткен қауымдарда секілді ораза парыз болды деп келген аят бар. Осыдан білеміз, бұрынғы шариғаттарда да ораза деген құлшылық болған екен. Әрине енді ол құлшылық болғандықтан оның сыртқы көрінетін әрекеттері бар. Біз оны жоралғар деп айтамыз, былай айтқан кезде ритуал деп айтамыз ғой. Және де ішкі амалдар да бар. Онсыз болмайды. Неге? Өйткені сыртқы түрі ол жұртқа көрінеді. Ал енді ішкі амалдары, ішкі жағдайлары сол құлшылықтың адамды жаңағы бірінші нелерімізде, сұхбаттарымызда айтқан сияқты ішкі қуатын реттейді. Ішкі әлемін сақтайды. Сондықтан сақтау деген сөзге келетін болсақ, енді бұл да осы біз жаңағы жоғарыда келтірген аяттың ішінде бар, және сол сақтау деген сөзбен бітеді. «Лааллакум таттақун» дейді. Мүмкін сақтанарсыңдар деп айтады. Енді кейбір кітаптарда қазақша аудармада сақтау, тақуа деген сөз келді. Оны қорқу деп аударылады. Бірақ ол қорқу емес, шын мәнінде. Өйткені қорқу деген ол хауф немесе хашия деген сөздер бар. Ал енді тақуалық деген ол сақтану деген сөз ғой, жалпы қорқу емес. Сондықтан осы аятымызда жаңағы не деді? Сендерден бұрынғы қауымдарға да осы ораза келген екен, парыз болды. Олай болатын болса, сендерге де оразаны парыз етеміз. Осы арқылы сақтаныңыздар деген мағына шығып тұр ғой. Жаңа айтып өттік қой. Құран жалпы пайғамбарға келмес бұрын, түспес бұрын, бұрынғы араб, енді арабтың сөзі, Құран арабша болғандықтан енді арабтың әдебиетінен келтіріп өтейік. Ләбид деген ақын болған. Ләбид ол жахилия кезінде өмір сүрген, сол ғасырларда. Сол ақынның сөзі бар ғой: «Хайлун сиямун ва хайлун гайру саиматин тахтал ажажи ва ухра та'лику люджма» деген өлең бар. Оның мағынасы: бір ат қаңтарылып тұр дейді. Қаңтарылу деген сөз, яғни ол мінуге дайын тұрған сөз ғой. Бір ат қаңтарылып тұр үйдің қасында. Ал бір ат болатын болса, жаңа қалың шаңның астында дейді. Ол қалың шаң деген сөз, ол соғыс деген сөз. Енді шаң көтеріледі ғой жерден. Демек, осы екі аттың ісін баяндап жатыр да. Сонда біреуі қаңтарып тұр екен, екіншісі егесі атымен бірге соғыстың шаң тозаңның ішінде. Сонда оразамен қалай байланыстырып жатырмыз? Осы жерде сауым деген сөз келді ғой, Құрандағы секілді. Жаңа қаңтарылып тұрған атты ораза тұтушы ат деп жатыр да. Ораза тұтқан ат деп отыр. Біреуі ораза тұтқан жоқ дейді. Ол жаңа соғыстағы ат. Ал сонда не білеміз? Ораза тұтқан деген сөз ол су ішпей, шөп жемей тұрған ат деген сөз емес. Бұл жүрмей тұр деген сөз ғой. Қаңтарылып. Сонда
жалпы ораза деген сөзіміздің өзі түрлі мағынаны білдіреді екен да. Тек ораза емес. Мысалы біз білетін ораза емес. Иә, біз түсінген. Біз енді ішіп жеуден тоқтаймыз ғой оразада. Ол ұғымдағы ғана емес та. Олай болатын болса, ораза дегеніміз жалпы іште де сыртта да тазалау ғой. Осы ұғымда келеді. Өйткені медициналық тұрғыда айтатын болсақ, әрине ол халыққа белгілі. Көптеген аурулардың алдын алады. Ол жайлы пайғамбарымыз бір хадисінде суму тасиху деп айтады. Ораза тұтыңыздар, сау болыңыздар дейді. Немесе сауығыңыздар деп айтады. Сау болыңыздар деген сөз ол енді сау адамға арналған, немесе сауығыңыздар деп айтатын болса, ол қазіргі ауырып жүрген адамға арналған десек болады. Сонда сау болыңыздар немесе саулықты сақтаңыздар деген сөздің ішінде екі түрлі нәрсе тұр ғой. Біз осыны тек физикалық тәнге байланысты ғана ораза деп білеміз. Бірақ ол тереңінде ондай емес. Өйткені пайғамбарымыз бір хадисінде мен бір сөзбен көптеген мағынаны қамтыған, көптеген мағынаны жеткізуші пайғамбар болып келдім деп айтады. Олай болатын болса, осы ораза тұтыңыздар, сау болыңыздар, саулықты сақтаңыздар деген сөзінің астарында екі түрлі саулық айтылады. Тән саулығы, жан саулығы. Ораза тұтумен ол жан саулығы сақталынады. Бәлкім тән саулығынан қарағанда жан саулығы көбірек сақталады. Осыған мән беру керек. Енді жан саулығы дегеніміз не? Жан саулығы деген сөз біреу жайлы жаман ойламау. Біреу жайлы ғайбатты, өсекті тоқтату. Енді 11 ай аузы өсектен босамайтын, немесе жаман пікір жазудан тоқтамайтын, немесе күмәнді ойлардан арылмайтын, өзіне байланысты болсын, жұртқа қатысты болсын, жаңағы қорқыныштар бар. Қорқыныштар бар, немесе орынсыз уайымдар бар, немесе жұртты, айналаны кінәлап айыптау бар деген секілді. Осының бәрінен адам тоқтау керек екен. Неге? Өйтіп айтып жатқан себебіміз бір хадисте тағы да айтады. Егер сіздер жаман сөзден, жалған сөзден тоқтамайынша, сол сөзбен, сол оймен амал етулеріңізді тоқтатпайынша, Алла тағалаға сіздердің қарындарыңыздың ашып шөлдегендеріңіз қажет емес деп айтады. Олай болатын болса, біздің ораза деген ұғымның ішінде жұртшылықта көп айтылмайды осы. Ораза тұтып жүреді, бірақ сол ораза тұтқан күннің ішінде өтірігі сол өтірік, немесе сол жаман сөзі сол жаман сөз, немесе өзгелердің арына тиісу деген ол да жүріп жатады, бірақ тамақ ішпейді. Соны ораза деп санап жүретін адамдар. Сырты сондай тұрады. Көрдіңіз, хадисте не айтты? Алла тағалаға қажеті жоқ деп айтатын болса, әрине ол біздің ешқандай құлшылығымыз Аллаға қажеті жоқ, негізінде метафора ғой бұл жалпы. Бірақ осы жерден байқалады, бұл сауапсыз деген сөз ғой. Саналмайды. Сауабы жоқ. Тек адам 30 күн бойы шөлдеп, жаңағыдай қарны ашып өзін-өзін қинап жүрді есебі. Жаңағы жоғарғы руханиетке, жоғары мағынауиетке қарай шығатын болсақ, онда біз оразаны тұтқан кезде осы ішкі әлемді де тазартуды ниет етуіміз керек екен. Көрдіңіз бе? Өйткені хадис айтты ғой, иннамал амалу бинният. Әрбір амалдар ниеттерімен өлшенеді деп айтты. Ниеттерімен жүзеге асады, ниеттерімен сауап табады, ниеттерімен жалпы орындалады. Осы басты назарда жаңағы ораза тұтушы адам өзіне сұрақ қою керек негізінде. Жаңа айтамыз айтқан сияқты, есті адамдардың қатарынан болғың келсе, күнінде бір есеп бер, немесе жұмасында бір есеп бер, немесе бір айында есеп бер деп айтты. Олай болатын болса, бүгінгі оразаны не үшін тұтқалы тұрсыз? Жұрттың көңілі үшін бе? Жоқ, жұрт кінәламасын деп па? Ондай да бар болады. Айыптамасын деп бір. Немесе жаңа жасымыз келді деген секілді. Жоқ, ондай емес. Оның бәрі жалпы Аллаға көтерілмейді, былай айтқан кезде. Алланың разылығында емес, тек адамның өзін тазару. Өйткені хадисте нұсқаулық берді ғой, сау болыңыздар деп. Сау болатын болса, онда жалпы көп тәннің аурулары негізі ішкі әлемнің
кірілуінен пайда болады ғой. Сонда мен ойлаймын, жалпы хадисте ораза тұту тамақтан гөрі сырттан келетін жаман ақпараттарды содан алыстау, соның әсеріне ой алдырмау, және де өзі ішінде сол ойларды, жаман ойларды дамытпау деп түсінемін да. Сондықтан жаңағы іштің тазалығы сыртқы амал болып көрінеді ғой негізінде. Енді қазір қоғамда былай көретін болсақ, тәннің оразасы, жанның оразасы. Жанның оразасы. Енді басымдықты сол әлбетте жанға беру керек. Ол енді сыртқы амалдар түсінікті ғой, тәннің оразасы, ішіп жеуден тыйылмау. Ал басты назар демек жанның оразасына ауу керек деген сөз. Иә. Жаңағы басты нені, басымдылықты соған беру керек та. Сондықтан ол өзі дайын ба сол оразаға, соны ескеру керек. Өйткені жан қозғалмаса, тек тән ғана ораза тұтатын болса, ол енді көбінесе әурешілік болып қала ма деп қорқып жатырмыз. Енді бұл жөнінде тағы да бір аятты келтіргім келіп тұр. Хазіреті Мариям анамыз бір аятта айтылған сияқты, ол кісі Иса пайғамбарды босанып еліне келе жатады ғой. Сонда енді ол әрине елі қалай қарсы алады оны. Өйткені ол кісі некесіз туылды есебі ғой. Сырты. Иә, тұрмысқа шықпай. Жұрт соны солай деп қабылдайды ғой, ең жақын адамдарда. Сонда ол кісі былай айтады: «Инни назарту лир-рахмани сауман фалан укаллима аль-йаума инсия». Мен Рахманға, яғни Аллаға бүгін ораза тұтуды уәде еттім, нәзір еттім. Сондықтан мен адам баласымен бүгінше сөйлеспеймін дейді. Неге? Өйткені ол қыз бола тұрған күйде баланы құшақтап келе жататын болса, енді адамдар қалай ойлайды? Әрине адамдардың сөзіне ол жауап беру өте қиын, түсіндіру өте қиын. Сондықтан үндемеуді дұрыс көреді. Әрине ол уахи келеді, сол жерде илхам келеді. Сол бойынша жасап жатқан, Алладан келген нұсқаулықпен жасап жатыр оны. Алла тағала солай айт деп айтады адамдарға. Сондықтан адам баласымен сөйлеспейін деді. Адам баласымен сөйлеспейтін болса, ол енді әрине Алламен сөйлесуде бұл жерде тыйым жоқ, тек адам баласын айтып жатырмыз. Сонда енді ол өзін қорғай алмайды ғой, ақтай алмайды ғой. Қалай ақтайды? Бір қыз тұрмысқа шықпай бала көтеріп келе жатса, қалай ақтауы мүмкін? Үлкен ол енді ол үшін дауға араласу керек. Дау деген енді ол көп әңгімені, көп энергияны керек етеді. Сондықтан үндемеуді ол кісі дұрыс көреді. Және де үндемеуді енді осы жерден алатын сабағымыз, жалпы адамдарда қоғам болғандықтан орынды дау болады, орынсыз дау болады. Орынды дау деген сөз, yani адам өзінің хаққын талап ететін болса, жаңа жақсы мен жаманды айыру үшін бір адамға түсіндіретін болса, ол жақсы. Ал енді орынсыз дау деп атқанымыз, ол болмашы істерге, жаңағы көлік жүргізіп келе жатқан адамдар, әркім өзінікін дұрыс деп даулайды. Немесе басқа бір істерде орынсыз даулар көп. Соның даудың ең бір сол даудың ең жақсы шешілетін тұсы ол үнсіздік. Көрдіңіз бе? Оны бұрынғы діндерде, бұрынғы шариғаттарда сауму рахман деп атаған, рахман оразасы деп атаған. Рахман оразасы жаңағы ол Мариям анамыздың сөзінен алып отыр. Көрдіңіз бе? Ол деген сөз не енді? Ол біздің танитын, біз амалға асып жүрген ораза емес. Ол үндемеу. Ол тіл қатпау. Біраз уақытқа. Мүмкін бір күн, немесе бірнеше күн, немесе бірнеше сағат деп айтайық. Ол не үшін? Енді адам өзінің дауысын есту үшін, жалпы. Адам өзінің ішкі дауысын есту үшін. Өйткені Абай атамыз айтады ғой: басында ми жоқ, өзінде ой жоқ. Күлкішілік кердең наданның. Көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның. Бойда қайрат,
ойда көз болмаған соң айтпа сөз дейді. Сол секілді көп адамдардың өзінің ішін тыңдамай сыртын тыңдап кеткен кезде ол жерде эмоция бәрі кетеді ғой. бәрі кетеді. Іштегі ашулар, айтылмаған сөздер, жаңағы ызалар кетеді. Сонда не болады? Жаңағы нәтижесінде іш тазармай қалады да. Оның тазартатын нәрсе ол шама келсе, немесе ең күшті адам сол наданға немесе орынсыздауға үндемеген адам ғой жалпы. Біздің қоғамда енді үндемеуді әлсіздік деп санайды. Мысалы бір адамдарға үндемей қойсаңыз, ол енді басына береді сөйтіп. Неге? Өйткені қоғам солай үйретілген. Адам сөйлеп келе жатыр ма, қаншалықты дауысы қатты шығады, соншалықты мықты деп түсінеді. Ал енді негізі хадисте айтады ғой, шын мықты, нағыз мықты күресте немесе дауда жеңген адам емес дейді. Өзін ұстай білген адам мықты дейді хадисте. Сол секілді өзін ұстай білетін болса, дауға араласпай. Нағыз ораза осы да. Мысалы мен ораза тұтып жүрмін дейін, бір дауға араласып кеттім. Ол енді әлбетте оразаның сауабын кемітеді. Мысалы сіздің былайша түсініксе болады. Мысалы сіздің уәделенген бір ақшаңыз бар, қаражат бөлінеді сізге. Сіз сол бір орынсыз іске араласқан сайын жаңағы сізге бөлінетін, берілетін ақша кеміп жатыр деп айтайық. Жұртқа осылай айтсақ мүмкін дұрыс түсінер. Сонда сіз қалай қарайсыз? Сол кезде адам үндемеуге дайын болады ғой, өйткені ақша кетіп жатыр. Жұрт оған көнеді. Ал енді адамның өзінің ішкі тазалығы немесе сауабы деп айтатын болсақ, оны жұрт, ол енді көп адам сауап деген нәрсемен санаспайды ғой. Міне осылай түсінсе, адам даудан сап тыйылады өзі. Енді қазақта айтады ғой, жалпы үндемеген үйде бәледен құтылады деп. Сонда біз басқаша ойлап көрейікші, осы оразаға байланысты ойлап көрейік. Сіз үндемедіңіз, үйде бәледен құтылдыңыз. Қалай? Сіздің сауабыңыздың кемуінен, немесе сізге келе жатқан бір жақсылықтың, бір нығметтің, бір рызықтың келуіне сөйлеу арқылы, даурығу арқылы сол жолды жаптыңыз дейік. Негізі келе жатқан нәрсе келе жатқан нәрсе еді негізінде. Ондай бар. Бұл енді көп адам айтады ғой, ол берілетін несібе қалай етсем де келеді деп. Жоқ, қате ой. Өте қате ой, оған көптеген аяттар мен хадистер дәлел. Жұмыс істемесем де жазылып қойған рызығым келеді, несібем келеді деп, мені тау болады деп. Жоқ, ондай емес, әлбетте ондай емес. Неге? Өйткені біздің амалдарымыз қаншалықты соған қарай келеді. Біз жақсы болсақ, жақсы амал жасасақ, оған берілетін сый бар. Оны жасамай қойсақ, ол бар. Әртүрлі ғой енді. Анау адамзат не нәрсеге ұмтылса соны алады. Иә. Адамзат не нәрсеге талпынады, не нәрсеге ұмтылады, сол беріледі дейді. Ал егер ұмтылмаса не болады? Сондықтан жаңа ораза тұтқан адамдардың да жақсылыққа ұмтылып, орынсыз даудан өзін сақтайтын болса, сол ішкі әлемі тазарады ғой. Енді Абай атамыз айтады ғой, жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі, іштегі кірді қашырса, көрдіңіз бе, адамнан хикмет кеудесі дейді. Сондықтан іштегі біздің толып жатқан жаман энергияларымыз бар ғой. Ұрысуға, жала жабуға, жаңа арыздасуға дайын тұрған, жаман ойлауға, соның бәрі іштен тазару керек та. Соны не деп айтамыз? Жалпы кең мағынасындағы ораза деп айтамыз ғой. Естеріңізге сала кетейік, құрметті оқырмандар, құрметтілер, біздер алғашқы эфирлерде осы туралы айтқанбыз. Жалпы ішкі қуат, ішкі жан дүниенің тазаруы деген сияқты. Бұл жерде енді барлық нәрселер бір-бірімен тығыз байланысты. Жанның тазаруы. Еске салып жатырмыз тек. Және де бір аятта айтады, Закария деген пайғамбар өткен, Закария алейхиссалам, ол жайлы да бір аяттардан біз білеміз, оразаның қандай қасиеттері бар екенін. Ораза деген жалпы ұғымын кеңейтіп жатырмыз онда. Енді ол кісінің жұбайы бедеу болды. Ол кісінің өзі болатын болса,
көп жасқа келіп қалған еді, 80-90-ға келіп қалған кісі болатын. Сонда алладан бір перзент берілетін болды. Ол жайлы Жибрил періште келіп хабарлаған кезде оны жаңағы бірден қабылдай қоймайды ол кісі. Сөйтіп әр нәрсені сұрайды. Соның соңында айтады, Раббым маған бір белгі бер дейді. Аят деп айтады оны. Белгі бер дейді. Енді сол жерде Алла Тағала айтады, белгің мынандай болсын дейді. 3 күн 3 түн сөйлей алмайсың. Сен сап-сау тұрған кезде, енді 3 күн 3 түн сөйлей алмайды десе, онда көп адамдар ауырып қалды ма деп ойлауы мүмкін. Жоқ, ауырған емес, сау күйде 3 күн 3 түн сөйлей алмайсың дейді. Енді бұны былай ғой. Сонда адам келе жатыр ғой бір ризық. Бала, перзент. Енді ақша ризық болған секілді, перзент те ризық қой. Ең үлкендерінің бірі ғой. Ең үлкендердің бірі, мәселен. Ұрпақ қалдыру жалпы. Сонда неге сөйлей алмайды? Өйткені ол пендешілікпен, бәрібір ол пайғамбар болғанмен, оның ол кісінде адами жақтарын ұмытпау керек. Ол кісі қауымына айту мүмкін да, Алла Тағала маған осындай перзент бергелі жатыр деп. Ал енді бұл сөзде негізінде адамның ішкі даярлығын кемітеді. Неге? Өйткені оны перзент емес, және де осы Закария пайғамбар емес, жалпы ұғымды айтайық. Мысалы, сізге бір жоба берілді деп айтайық. Немесе бір инвестиция сіздің кәсібіңізге салғалы тұр бір кісі, сол кісімен келістіңіз алдын ала. Енді сіз осы жерде ораза тұтуыңыз керек еді. Мағынасы қандай? Жаңағы орынсыз сөйлеуден тыйылуыңыз керек еді. Жариялаудан. Ораза деген өйткені Құранда жаңа Мариям анамыздың сөзінде ол адам баласына сөйлемейін деп айтты ғой. Және де Закария пайғамбарға келе жатқан перзент, өзі бірінші перзенті ғой, енді жалғыз-ақ перзенті бар ол кісінің. Сол перзент үлкен рызық келе жатқан кезде Алла өзінің хикметін көрсетті да, сен 3 күн 3 түн сөйлей алмайсың. Өйткені адамдарға айтып қою мүмкін, бір қуанышты бөлісу деген нәрсемен, мақсатпен. Енді ол адамдарға айтатын болса, адамдар таң қалуы мүмкін. Адамдар қызғануы да мүмкін бір адамдар. Және де ол бір масаттануға келуі мүмкін. Жаңағы мысалымызға қайтып оралайық. Мысалы, сізге бір кәсібіңізге біреу инвестиция салмақшы болды. Сонда жұрттарға ол жаңағы ақша келмей тұрып не істейсіз? Ортаға хабарлайсыз. Білмедім, бір желіге саласыз ба, үйіңізге айтасыз ба, жоқ, достарыңызға айтасыз ба. Енді адам болғандықтан әртүрлі ойдағы адамдар бар. Мүмкін сіздің бәсекелестеріңіз сол жерде ана инвесторға барып сіздің алдыңызда орағытып кетеді. Сөйтіп айтады, жаңағы бұл кісіге бергелі тұрған инвестицияға бөліп тұрған ақшаңызды бізге беріңіз. Біз тиімді өте және де сізге қолайлы бір бағаны ұсынамыз деп сіздің алдыңызға шығып кетеді. Сіз не істедіңіз? Жұртқа айтып қойғансыз. Ал енді инвестор, жалпы адамдар енді күнде құбылмалы болып тұрады адамдар. Әлбетте. Енді Абай атамыз айтады ғой, адамзат күнде өзгерер, Алла өзгермес деп. Алла өзгермейді. Алла уәдесінде бар. Бірақ адамдар қарау керек енді. Адамзат күнде өзгерер. Өйткені бүгін сөзі мынандай болса, ертең сөзі мынандай болады. Неге? Өйткені ол сөзі деген сөз, ол ойы әртүрлі болады. Адамдар ой салады. Бәсекелестеріңіз не қылды? Сіздің алдыңызда шығып кетті. Қазақта айтады ғой, арық сөйлеп семіз шық. Арық сөйлеп семіз шық дейді. Хикмет сөздер ғой жалпы. Даналықтан шыққан сөздер, оны біреудің айтып қойған сөз емес, негізі қазақтың мақалдары. Жалпы басқа жұрттың да мақалдарын қарасаңыз, ол мақал енді көп нәрседен хабар береді да. Құранда айтады ғой, даналық жайлы. Жаңа даналықтан шықты деп отырмыз ғой мақалды. Көп жылдар бойы сынақтан өткен сөздер ғой. Сонда дейді, яғни кімге даналық берілетін болса, немесе даналықпен жүрсе деген сөз ғой, мақал мәтелмен жүрсе деген сөз. Оған көп жақсылық берілген дейді. Олай болатын болса, жаңағы арық айтып семіз шық деген сөз, мысалы, сіз көп нәрсені мүмкін мақтанып айтып қойыңыз мүмкін, немесе қуанып айтып қойыңыз мүмкін. Әлі келмей жатыр ғой. Ақша болсын, жаңағы перзент болсын, басқа болсын.
әлі келген жоқ. Сондықтан ол қолыңызға түскенше оны айтпай қоя тұру керек та. Жалпы қолыңызға түскеннен кейін де оны қатты айтып дабыра айтудың қажеті жоқ. Негізі орынсыз. Иә, өйткені ол жұрттың сіздің малыңызбен шаруасы жоқ қой негізі. Ісіңізбен байланысты бір адамдар болатын болса, ол жерде енді айтсаңыз болады. Сондықтан Абай атамыздың бір сөзін айтқан сияқты, орынды іске жүріп ой таппаған дейді ғой. Орынды іске жүретін болса, адамға бір жақсы бір ойлар келеді да, орынды іске жүретін болса. Ал енді адамның орынсыз іс көп болатын болса, оған жақсы бір құнарлы бір ойлар келмейді негізінде. Сөйтіп жұртты тыңдап жүреді. Енді жаңа қазақтың мақалында соны айтып тұр ғой. Айтсаңыз айтыңыз, бірақ ісіңіз шынында да семіз болу керек та. Енді жаңағы Закария пайғамбардың оқиғасын баяндап жатқан аяттардан біз дәрісіміз не, алатын сабағымыз не, соны айтып жатырмыз ғой. Бұл да оразаға қатысты, көрдіңіз бе? 3 күн 3 түн. Бұл жердегі айта кетейік енді жаңа көрермендерге, ораза дегеніміз бұл жердегі біздің білетін ораза емес еді. Жаңа айтып өттік оны. Алдымыздағы шариғаттар, бізден бұрынғы шариғаттарда осындай бір оразалар болған. Ол қазірде бар негізінде. Оны енді ораза деп айтпасақ та, жалпы үнсіздік. Көрдіңіз бе? Үнсіздік. Енді негізі жаңа әңгіме барысын қарап отырсақ, жалпы тәннің оразасы түсінікті ғой. Бірақ басымдықты жанның оразасына берген сайын адам рахаттанады, жеке қалады, ойы бір түзеледі, бір идеялар келеді, бір өзінің жүріп жүрген ісіне, жүрісіне мән береді деген сияқты. Бұдан адам рахаттанады ғой. Енді одан не жаманшылық бар мысалы жанның оразасынан? Әлбетте біздің осы табыс кітабымызда осы жайлы айтып өттік. Мысалы менің өзімнің де тәжірибемде бар. Күнделікті мен отбасымнан бөлектеніп бір 15 минуттай қараңғы бөлмеде отырам. Өзім жалпы жаным рахаттанады сонда да. Ол жерде енді әрине күндізгі жасаған ісіңізге есеп берген боласыз. Жалпы үлкен бір ойларға соның шеңберіне кіре алатындай жағдай ғой. Оны басқа бір қазіргіде жалпы психологиялық тұрғыда да жаңағыдай оның нелері бар, түсіндірмелері бар, әрекеттері бар, жұртқа айтатын жаңа ұсынулар бар, насихаттар бар. Адам өзінің жаңа ішкі сарайына үңілген кезде немесе ертең не жасаймын деп. Өйткені жан-жақтан ақпараттар көп, жан-жақты адамдар көп. Енді одан арылу керек те бір сәтте. Мынау осы ораза айында, яғни Рамазан айының соңғы 10 күндерінде иатикаф деген бір амал бар ғой. Оның да жалпы басты идеясы, басты ойы осы ғой. Ол да шариғатымызда бар ғой. Иатикаф деген мысалы мешітке кіреді. Сөйтіп адам сол мешітте қалады да ораза тұтады, әрине, тән оразасын. Сонымен қатар жан оразасын тұтады. Ол деген сөз ол жерде телефонды өшіресіз. Жалпы адамдардан алыс кетесіз ғой. Келіп жатқан потоктар азаяды, кішкене жеке қалу ғой енді бұл. Иә, ақпарат ағыны бар. Сіз онымен көп жаңағыдай әбігер болмайсыз. Не істейсіз? Көбінесе өзіңізге қарайсыз. Өзіңізді тұтасыз ғой жалпы. Өзіңізді тұтасыз. Қалай? Өзіңізді ұстайсыз. Жаңа ораза жалпы сауым деген өзі ұстау дегенді білдіреді ғой. Сөзден жаңағы біздің келтірген мысалымызда Ләбид деген ақынның аттар жайлы айтқаны болды. Жүрмей тұрған атты ораза тұтушы ат деп айтты өлеңінде. Мариямның жағдайында болатын болса, сөйлеуден тыйылу болды. Закария пайғамбардың да сөйлеуден тыйылу болды. Оның бір хикметі жаңағыдай, жаңа айтып жатырмыз ғой, сізге бір келе жатқан бір ризық несібе бар еді, сіздің кәсібіңізге салынатын бір ақша бар еді, бөлінетін. Сіз не істедіңіз, айттыңыз, бәсекелестеріңіз сіздің алдыңызға шықты, немесе сіз өзіңізді күшті санап кеттіңіз, масаттанып, мені көрдіңіз бе, мысалы мен кәсібінде бір инвесторларды
жаңа өзіме таптым, соларды қарата алдым деген секілді өзіңізде бір күштілікті сезініп кеттіңіз. Ондай адамдар да болады негізінде. Сондай жағдайларда не болады екен? Адамдарда бір түсінбейтін жағдай болады да. Бұл түсінбейтін жағдайдың осы сыры міне осы жерде. Міне енді ораза тұту. Сондықтан нағыз ораза, жаңа хадисте келтірдік қой. Кім өзінің жалған сөзін, өтірік сөзін тоқтамаса, және де сол жалған бойынша амал етуді тоқтамаса, ондай оразаның Аллаға қажеті жоқ деп айтты. Алла бағаламайды ондай нәрсені. Умраға баруды жоспарлап жүрсіз бе? 16 жылда 70 мыңнан астам қажыны ұлы сапарға жіберген Атлас Туризм компаниясы сіздің де умра сапарыңыздың сенімді серіктесі болуға дайынбыз. Эйр Астана әуе компаниясымен ұшып, 4-5 жұлдызды қонақ үйге тұрақтап, білікті гид-ұста жетекшілігіңізбен умраңызды атқарыңыз. Сіздің қасиетті мекендегі құлшылыққа толық көңіл бөлуіңіз үшін сіздің барлық жағдайыңызды толық қамтамасыз ететін боламыз. Ұшу Алматы, Астана, Шымкент, Ақтау қалаларының жүзеге асады. Толық ақпарат алу үшін төмендегі WhatsApp номерге немесе описаниядағы ссылкаға өтіңіз. Орынсыз қуану деп айтайық. Орынсыз қуану деген сөз ол Құранда да келген. Яғни Алла Тағала орынсыз қуанғандарды жақсы көрмейді дейді. Бұны Абай атамыз да айтады. Жалпы Құранды зерттесеңіз, екі түрлі қуану бар да. Біреуінде қуансын деп айтады аятта. Біреуінде жаңа айтқан секілді орынсыз қуануды жақсы көрмейді деп айтады. Абай атамыздың екінші сөзінде біз бекерге қуаныппыз деп орынсыз қуануды айыптайды. Тағы бір өлеңінде айтады, жаңаға сегіз аяқта да айтты ғой. Егіннің ебін, сауданың тегін, үйреніп ойлап мал ізде, адал бол байтап, адам бол малтап, қуансаң қуан сол кезде деп айтты. Біріңді қазақ бірің дос, көрмесең істің бәрі бос дейді ғой. Сонда қуансаң қуан сол кезде деп жатыр ғой. Қай кезде? Адамшылықпен мал тапсаң, адалдықпен бай тапсаң, байлық тапсаң, сол кезде қуануға болады екен да. Тек жаңағы ақша табу үшін ғана емес, адамшылықпен мал тапсаң, демек ол кезде адамшылық деңгейіне көтеріліп барып материалды нәрсені тапсаң деген сөз ғой. Олай болатын болса, жаңағы жалпы қысқаша айтқанда деп айтамыз ба, оны енді әрине кеңірек айта берсек болсақ, ораза деген әңгіме бұл ауқымды әңгіме, айтып өткендей. Қысқаша қайыратын болсақ, осы Рамазан деген кезде жұртымыз, халқымыз тек тән оразасымен ғана тоқтамас екен. Ол бір ай несімен қадірлі? Ол ораза тұтып тамақ ішпеген, су ішпегенмен қана қадірлі бола қоймайды негізінде, ақылға салсаңыз. Ол адамзаттың жалпы жан әлемін тазарту ғой. Сондықтан тазалық айы десеңіз де болады негізі. Тазарту айы десеңіз де әбден құба-құп болар еді. Енді сөз мына жерде бір сұрақ. Жалпы түсінікті сыртқы түрі. Бірақ ішкі түрі де түсінгендей болдық, баршамызға белгілі болды. Сол ішкі түрін сақтап, ораза біткеннен кейін де бұрынғы әдетіне түсіп жататын, немесе енді өзімізден бастайық, бұрынғы әдетімізге түсіп кететін кездер болады, ол жасыратын жоқ. Жалпы сондай кезде қайтпек керек. Басқаша адам болып шығамыз ғой, енді ораза бітті. Өкінішке орай ондай көп, өкінішке орай. Енді біз ой тұрғысында айтпайық та, былай да мағыналары көп оның. Соны жерде қалай болады? Кеше ғана ораза ұстап жүрді, кеп керемет. Бүгін басқаша ораза біткен. Ол үшін жалпы адам, енді Мариям анамыздың сөзінен алып жатырмыз. Мен Рахманға уәде еттім, ораза тұтам дейді ғой. Лир-Рахмани сауман деп айтты. Соны Рахман үшін ораза тұтам деп айтты. Олай болса Рахманның құлы болу керек та. Рахман құл деген адамдар есімдер бар ғой. Рахман құл деген жазушы аталарымыз болды. Рахманның құлы болу Рамазанның құлы емес, оразаның құлы емес. Рахманның құлы болатын адам ораза бітер, одан кейін ол жыл бойда сол жаңағы деңгейді ұстап тұратын болса, онда керемет ол Алланың құлы болады да, шынында да. Яғни ол адам өзінің
әрбір істеріне саналы түрде қарайды ғой. Мысалы сізге біреу орынсыз сөз айтып балағаттайтын болса, сіз саналы түрде ойлайсыз, осы адамға жауап берсем ба, жоқ бермесем бе. Осының сөзіне оның деңгейіне түсіп даурықсам ба, жаңағы даулассам ба, жоқ па деген секілді. Керек емес болса, керек емес. Өйткені бір араб ақынның сөзінде былай айтады ғой: амурру аля лаими ясубуни фамадайту сумма тақулту ла яғнини дейді. Енді бір күшті бір техника, енді тәсіл. Жақсы адам боламын дегенге әрине. Өзімді сөгіп балағаттап жатқан адамның қасынан өтіп бара жатыр едім дейді. Ол мені балағаттады. Содан кейін мен өзіме айттым дейді: бұл мені балағаттап тұрған жоқ, басқа бір адамды балағаттап тұр деп. Сөйтіп өтіп кете бердім дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұл да бір тәсілді. Жаңағы ішкі дүниені тазартамыз десеңіз, онда көп нәрсені артқа қалтыра салу керек екен, көп нәрсеге мән бермеу керек екен. Негізі солай ғой. Шынымен де жаңағы сіз айттыңыз ғой, практикамда бар деп, жеке қалу деп. Жалпы шынымен де ойды, миды жұмыс жасатудың бір амалы ғой бұл негізі. Жеке қалып. Енді оны табыс кітабында да кеңірек айтылған. Бірақ оразадан кейін басқа адам болмай, жаңағы сіз айтқандай сол деңгейде ұстап тұрса, демек оның бір алғаны көп та. Алғаны көп. Сондықтан Тәрбие. Оразаға шақырды ғой жалпы. Оразаға шақырды. Ол тек ішіп жеуден тыйылу емес, адамды шынымен де деңгейін, рухани деңгейін, және де көп аурулардың алдын алатын ішкі ораза ғой, ішкі ораза. Сондықтан біз өзіміз білетін шариғатымыздағы ішіп жеуден тыйылу оразасы бар, және де орынсыз істерге, орынсыз сөздерге бармай содан тыйылу оразасы бар деп айтпақшымыз. Құрметтілер, осымен бүгінгі эфиріміз тәмам. Пікір қалдырып, арнаға тіркеліп, көпшілікке бөлісе отырыңыздар. Келіп жеткен Рамазан айының оразасы баршамызға берекелі құтты болсын. Қазақ еліне арнамыздың шығарып жатқан түсірілімдер пайдалы болсын дейміз. Сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіздер.